Аққулы аспан көктерден құстар ұшып жеткенде келдің тағы наурызым туған елге көктеме дәстүр салтты елеген тасын дәулет береке төрлетілдің наурызы той думаным мереке. Ұлы Астанамыз қазақтың баспанасы Астана қаласындағы өткен Наурыз мерекесіне қатынастым. Көңілім шарқ ұрды. Бұл Наурыз мерекесіне еліміздің иесі, еліміздің президенті Қасым-Жомарт Тоқаев арнаулы көңіл бөліпті. Міне, алдыменен біздің ел иемізге рахмет айтамын. Екіншіден, осы мерекеге қатынасқан барлық менің ұлы ұлтым, оның ұрпақтары, оның қыз жігіттері барлығы өзінің еңбектерін сіңіріп жатыр. Өзінің ұлт екенін, тіпті ұлт болғанда сапалы ұлт екендігін білдірді. Мен осыған разымын. Наурыздың жолы біздің ұлтымыздың жолы. Енді осы көрменің ішіне тігілген тігулердің өзінен ақ біздің ұлтымыздың осы киіз үйдің ішінде өсіп өнгенін, осы тарихқа жеткенін шын көре аламыз. Біздің киіз үйлеріміз біздің ұямыз. Құс қаншалық ұясынан ұшса, біз де содан осыдан ұштық. Сондықтан киіз үйлерімізді көрменің ішінен көріп, тіпті қуанышты көңіл күйге ие болдым. Жасасын тәуелсіздігіміз, жасасын Наурыз мерекесі.